Баршаңызға сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен Ариана. Бүгін ыстықтай желініп кететін, үйіңіздегілердің сүйікті тіске басарына айналатын, жұп-жұмсақ, қатпарлы, үйде бар қол жетімді заттардан дайындалатын пияз нанды бірге жасайтын боламыз. Ал ендеше тіске басарымызды дайындауды бастайық. Қажетті заттардың тізімін төменгі описание бөлімінде қалдыратын боламын. Алдымен жылы суымыз бен ашытқымызды араластырып алып, алдын ала електен өткізілген ұнымызға құйып, қоспаны жақсылап араластырып, содан соң майымызды құйып біріктіріп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болады. Қамырды тек бетін пищевой пленкамен жауып қойсақ жеткілікті. Бар болғаны 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Ал біздің қамырымыз демалып болғанға дейін салмасын әзірлейтін боламыз. Мен салмасына тек пияз ғана пайдаланатын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша жуамен, аскөкпен араластырып қоссаңыздар да болады. Әркім өз қалауынша турап салса болады. Мен майдалау етіп турайтын боламын. Туралған пиязымызға тұз, бұрыш, сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, қатты жұқа да қалың да емес етіп, жақсылап жайып алатын боламыз. Жайылған қамырымызды ашытқы болғандықтан, ұнды қайта-қайта сеуіп отыратын боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда әлі де талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Міне менің қамырым біркелкі жұқалау болып шықты. Енді қамырымызды видеодағыдай етіп, екіге бөліп, өзіме ыңғайлы етіп қойып аламын да, ішіне ерітілген сары майымды жағып, бетіне салмасын салатын боламын. Біркелкі жұқалау етіп, салмасын салып алғаннан соң, қамырымды нығыздап, орап, пергаментімізге спираль пішінді етіп орналастырып, бетінен басып, біркелкі домалақ пішінге келтіретін боламын. Домалақ пішінге келгеннен соң, бетіне жұмыртқамды жағып, кунжут сеуіп, әсемдейтін боламын. Сіздер өз қалауларыңызша мак сепсеңіздер де, немесе сеппесеңіздер де болады. Сонда да сөзсіз дәмді шығатын болады. Енді қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай екінші қамырымызды да жасап шығатын боламыз. Менде көрсетілген рецепт бойынша 2 пияздан шықты. Осылай үйсіп, өз қалауларыңызша көбейтіп, массасын ингредиенттерді жасай берсеңіздер болады, өзіңізге қажетті сан бойынша. Ал мінеки менің нандарым пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Видео ұнаған болса лайк басып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаның белгісін баса кетіңіз.